Бүгін сіздермен люля кебаб жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, осы рецепт арқылы жасап көріңіздер. Біздің каналға подписаться кнопкасын басып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге осылай тартылған фарш керек. Фаршымызды дайындап қоямыз да, енді біз сарымсақты, чеснокты және бір жұмыртқаны қосып, үстіне нанның жұмсағын қосып, сосын сұйық майды құямыз үстіне. Бұны осылай блендермен өткізіп аламыз. Міне осындай бізде шығады. Дәл осыны біз жәнегі дайындап қойған фаршымызға қосамыз. Үстіне приправа қосамыз, қара бұрыш қосамыз, тұз қосамыз. Жақсылап отырып, осыларды араластырамыз. Міне біздің фаршымыз дайын болды. Бұны жақсылап отырып, ұрғылап, солайынан жасаймыз. Ұрғылағанда біздің люля кебабымыз бірігіп, жақсы болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай ұрғылап алдым. Енді осылай таяқшаларға орап шығамын. Бұл ажырап кетпеу үшін бір-біріне соғып, жақсылап отырып істеп жатырмын. Дәл осылай болу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылайынан істеп алдым. Осы видеоны ссылкасын басқа да таныстарыңызға, подружкаларыңызға жіберуге болады. Міне мен барлығын осылайынан істеп алдым. Енді үстінен сұйық маймен щетка арқылы жағып шықтым. Сонда өте дәмді шығады, жылтырап піскен кезде. Духовканың ыдысына осылайынан салдым, астына фольга төсеп. 20-30 минутта біздің люля кебабымыз дайын болады. Не көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, дәмді болып шықты.